Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Мен Алматы қаласы Арбита үш мешітінің наиб имамы Оразымбек Мәдиямын. Біздің дінімізде, шариғатымызда жемқорлыққа қарсы, парақорлыққа қарсы не делінген? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям парақорлыққа қарсы ла'аналлаху ар-раши вал мурташи. Алла тағала пара алушыны да, пара берушіні да лағнет деген. Демек, бұл пара алу да, пара беру да біздің шариғатымызда күнә болып саналады. Бір ғұлама кісіден осы күнәлерді біз қалай тыйылсақ болады деген деп сұраған уақытысында ғұлама кісіміз айтқан екен: егер сен бір күнә істі Алла тағала көрмей тұр, Алла тағала оны білмей тұр деп істесең, онда сенің Құдайға сенбегенің, оны сенің діннен шыққаның болып саналады. Ал егер сен ол Алла тағала сол күнәні істеген кезде біліп тұр деп істеген болсаң, біліп тұр деген сеніммен істеп жатқан болсаң, онда сен Алла тағаладан ұялмағаның болады дейді. Ал енді Алладан ұялмаған, Алладан қорықпағаннан ол енді көп жамандықтар шығуы мүмкін. Сондықтан мынау қоғамдағы адамдардың түзелуі, біздің қоршаған ортаның түзелуі үшін әркім түзелуді өзінен бастау керек. Алла тағала Құран кәрімде инналлаха ла юғайру ма би қаумин хатта юғайру ма би анфусихим. Алла тағала бір қауымды өзгертпейді, олар өздеріндегі нәрсені өзгертпейінше дейді. Яғни осы жөнінде жаңағыдай біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Серікбай қажы Оразбай Хазіретті биылғы жылы осы өзгеруді өзіңнен баста деген үндеуді тастап, сол адамдардың жаңағы кешегі бір қалыптаспаған бір жаман ойлардан, осы жемқорлыққа қатысты немесе одан басқа бір адамдардағы жаман індеттерден түзелу үшін тасталған осы үндеу бар. Сол үндеуге біз барлығымыз да қосылып, өзімізден өзіміз жөндесек, біздің қоғамымыз жақсы болады. Өйткені біздің қазақта жаңа бір мақал бар, оны көпшілік адам жартысын айтқанды жақсы көреді. Балық басынан шіриді, бірақ құйрығынан тазаланады деген сөз бар. Біз әрқайсымыз өзіміздің отбасымызда, көрші қоғамдағы ағайын туыстарымыздың арамызда, өзіміздің ісімізде біз тура бола білсек, иншалла біздің қоғамымызда ары қарап түзелетін болады. Енді қазіргі кезде кейбір адамдардың арасында осы бір мансапқа отырып алғаннан кейін осы мансаптағылардың көпшілігі жаңағыдай бір нелер жаңағыдай әдейі бір дүние жинау үшін, басқа бір мақсат үшін отырып алады деген бір ой қалыптасқан. Мынау Алла тағала Юсуф сүресінде былай Юсуф алейхиссаламның жаңағы Мысырдың патшасының алдына барған кезінде айтатын бір аят сөзін келтіреді. Иджални аля хазаинил ард фаинни хафизун алим. Мені осы қазыналардың басшысы қылғын, инни хафизун алим. Мен осының жолын, сақтау жолын білемін, және осыны сақтаушымын. Осы өзімнің ісімнің маманымын, және соны сақтай білемін деп жаңа айтқан. Сондықтан жаңа соның ісінің маманы болуымен бірге, сол өзінің ісінің халыққа пайдалы болуын да ойлау керек болады.